Ал мінекей достар, үйдің ішіне кірдік. Үйдің ішіне кіретін болсақ, осындай уютный кіреберіс. Өте және де бұл жерде осындай жобадағы холлымыз көріп тұрсыздар. Холлдан мынау санторап және ас бөлмеміз, зал. Кеттік, осы жерден бастап көрейік. Мінекей залымыз не деген кең, просторный зал, өте енді әдемі көріп тұрсыздар. Қатарынан қанша ұзын, өте кең зал, негізі енді и өте ұзын. Размерін айта алмаймын енді. Но очень просторный. Мінекей залымыз. Мынау кірген кезде мынау даладан кіретін есігіміз. Мұнда санторап, мынау бір детский бөлмеміз. Мұнда ас бөлме. Мінекей ас бөлмеміз өте әдемі көріп тұрсыздар. Кондиционер орнатылған, автономный отоплениеміз дайын, толық видео бейне бақылау жасалынған. Осындай уютный мінекей ас бөлме. Ары қарай жүретін болсақ, мінекей кірген кезде входная группа, зал, мынау санторапты көрейік. Мінекей очень просторный, кең, өте үлкен. Спальный зона бөлек аркамен бөлініп болған. Мынау бірінші детский бөлмеміз. Мынау екінші бөлме. Мінекей. Және де мұнда үшінші бөлмеміз. Мұнда енді мастер бедрум дейді. Мастер спальня. Өзін жеке санторабымен барлық жағдай жасалынған. Осындай жобадағы үйіміз, достар, сатылымда. Егер де сіздерге осы ақпарат қызық болып жатса, төмендегі нөмірлерден хабарласып, толық мәліметті ала аласыздар. Бұл Пахтакордағы бір этажды компактный үйіміз. Үй шамамен 200 шаршы метр, 180-200 шаршы метрді құрайды. Осындай холлымыз бар, ас бөлмеміз, 4 жатын бөлме, жаныңа не керек, барлығы осындай дайын болып тұрған үйіміз, достар, сатылымда. Бағасы қол жетімді. Сұрақтарыңыз болса, төмендегі нөмірлерге хабарласып, толық мәлімет ала аласыздар. Келесі кездескенше, достар, сау саламатта болыңыздар.